Біздің келесі кейіпкеріміз осы ұлттық арнада ұйымдастырған Қазақстан дауысы жобасында өзінің ерекше үнімен әділқазылар тәнті еткен болатын, бірақ та жеңіске жете алмады. Сол кезде әділқазылардың бірі Мәдина Сәдуақасова сол қарындасымызды байқап, талантын бағалап, осы таяуда өткен өзінің концертінде арнайы ән айтуға шақырған екен. Гүлхая қарындасым жайлы сюжет көрейік, экранға зер салыңыздар. Дархан елім, не деген шалқар еді, байтақ далам, дастансың айтылмаған. Ол үшін күнде бірдей, түнде бірдей. Ол өмірді бізге қарағанда бөлек сезініп, өзгеше сүйеді. Ол кез келген нәрседен күш алып, тіршілікпен сырласа алады. Жас әнші Гүлхая Жуашбаеваның арманы асқақ. Әуезді үнімен өзгелерді баурай білетін талантты қыз көптеген байқаулардың жеңімпазы. Кәсіби білімі болмаса да, ән орындау шеберлігі ешкімнен кем емес. Түнгі айдың нұрын, жұлдыздың жарқылын көрмесе де, қараңғылық әлемі Гүлхая үшін өзгеше сұлу. Бұлақтың сылдырын қалай естісе, жағасындағы құрақтың қандай түске бөлінгенде сезін алады. Менің мүмкіншілігім шектеулі емес, шексіз дейді Гүлхая Бабахан қызы. Мүмкіндігі шексіз бұлбұл үнді Гүлхая қарындасымыз бүгін айту оңайда қонақта ортамызға шақырайық. Кішкене ақырында жүре тура жүре ғой. Үш жерде отыра қойыңыз. Дейді саңылау жоқ па? Жоқ. Жап жарық біздің студия. Иә. Сезіп тұрған жоқсың ба? Сезіп тұрмын. Жарық екенін сезесің? Жарық екенін сезем, өйткені жарықтар жанып тұр. Жылу болады. Өйткені одан жерге қарай сәуле шашып, ыстық ұрып тұрғандықтан жарықты сезем. Негізі неше жастан бастап? Негізі туылғаннан бері сәуле сезбеймін. Анамның құрсағынан қалай дүниеге келдім. Солай көзім мүлдем көрмеді. 6 айлығымда көзім көрмейтіндігін анықтады олар. 6 айлығымда кен анықтаған, е? 6 айлығымда анықтады. Одан кейін әке шешемде, конечно, болашақта қалай болады деп, олар ауруханаға барып, 6 жасыма дейін жедел ота жасата берген. Оларда үміт болған, көріп кетеді деген. Ота жасатқан, е? Ота жасата берген, е, сол. Бірнеше рет? Жоқ, 7 рет ота жасатты. 7 рет, ой, көзге? Көзіме, иә. 6 айлығымнан 6 жасыма дейін больница ауруханада өмір сүрдім десем де болады. Анам екеуміз жылына бір рет келетінбіз, есімде. Бірақ біздің үйдегілердің үміті сөнбей, қатарынан кем болмасын деп, ауылдағы Макаренко атындағы орта мектепке білім алуға берді. Кәдімгі саулармен бірге. Содан? Мойындаймын, математикадан 3 менде, алгебрадан 3, бірақ қалған сабағымның барлығынан 5 болды. Формуланың бәрін көріп тұрсақ та, бізде математикамыз онша оңған жоқ көбіміздің қазір. Бірақ менікі де сол оңбады, бірақ қосу, алу, жаңағы көбейту дегендерден Аллаға шүкір. Асық ойнайтынбыз, тайталасып, жарық өшіп қалса, жаңағы шамның жарығымен жағып қойып, өз әкем трактор айдайтын. Сондай қызықтар болатын, бірақ олардың барлығы мені қалай бар, солай қабылдады. Одан кейін мен бір жақсы жері, есту қабілетімнің соншалықты күштілігі, 1-ші классқа мектепке барған кезде бәрі ойлайтын мен кішкене көреді деп. Маған сол қызық болды, кішкене көреді деген. Бір көкейімде үміт болды да, мүмкін мен кейін көріп кететін шығармын деген. Соны мен не керек? Сабақта отырамыз, есікті біреу ашса, балдар жаңағы былай қарайды ғой. Мен де солай қарадым да, былай как будто көретін адам сияқты. Одан кейін анан доскаға былай апайымыз бүйтіп бормен жазып жатса, көретін адам құсап, мен де былай бүйтіп отырам да. Мен сосын олар көреді деп қабылдайтын, класстастарымда. Бірақ сен көрмесең де сезетін шығарсың. Бірақ мен сезу қабілетім айтып отырмын, мысалға басын былай бұрса, мен мысалға мына кісі ақ киім киіп отыр. Екі көзі менде.
Мен оны қазір сезіп отырмын да. Демалып отыр ғой ол кісі. Мұрнымен демалып отыр. Дем уже маған қарай былай ұрып тұр. Ал мысалға қазір қарап тұрсақ, ана жерде көк стен отыр да, мен байқап тұрмын. Айналасы көк. Ол уже әр жаңағы түстер өзімдік бір ауа жұтады. Сөйтіп жүріп, мектепті де бітірдім. Бірақ 9 класста бітіргеннен кейін айтты, біз енді ары қарай оқыта алмаймыз. Қыздарыңызды құжаттарын үйге әкеліп берді. Мен іштей біртүрлі болдым, бірақ әке-шешеме енді ол дұрыс болды. Өйткені олар енді үйде болады деп ойлады олар. Мен былай қала асып, арман қуып, бекшіңдарға кетеді деп ойлаған жоқ. Оларға сол үйде болғаны дұрыс деп ойлады әкем. Енді уайымдайды ғой, әрине. Мен ол кісілерге ренжімеймін. Сонымен бірақ мектепке барып жүре берсін деді. Bir күні бардым 10 класста мектепке. Бір ағылшыннан апай мен фамилиямды журналға жазып қойған. Білмей, оқымайтын білмей. Сол мен не керек мектепті сөйтіп оқып кеттім. 10-11-ді бітірдім, я. Сөйтіп мектепті бітірдім. 1 жыл үйде жүрдім. Одан кейін папамның достары келді үйге. Сендер бұл қызды қинап, ұстап отыра алмайсыңдар. Бұның бойында соншама талант бар. Сөйлеген сөзінің өзі қандай білімді екенін көрсетіп тұр, болмайды деп. Әке-шешеммен ұрсып, тайталасып, папамның достары. Азамат жігіттер екен олар. Әуез, Раят екен папамның достары болды. Сөйтіп, олардың Шымкентте үйлері болды. Біздің үйде тұрады. Сөйтіп, мен сол кісілер жаққа келіп, Шымкенттен бірақ шықтым. Шымкентте жүріп, өзім таяқпен барлығын үйрендім. Әрине бірде автобустың астына түстім. Бірақ Құдайдың қолдауымен аман қалдым. Ол мен үшін сынақ шығар. Машинада қағып кетіп, кәдімгідей құлаған кездерім болды. Бірақ еш жерім зақымданған жоқ, бір жақсы жер. Өлім, мен ойлаймын, мысалға, күніге үйден шыққан кезде айтам, Гүлхая, сен бүгін өліп кетуің мүмкін. Бәрі Құдайдың қолында. Адам ешқашан өлімді ұмытпау керек дейді ғой, қай жерде жүрсе де. Өлім біздің аяғымыздың астында. Сол үшін ешқашан өлімді ұмытпайық. Бірақ солай сөйтіп жүріп оқуға түстім. Мұхтар Әуезов атындағы мемлекеттік бір университет бар еді. Қалай түстің оқуға? Оқуға мен қалай түстім? Мен Зағиптар кітапханасы бар, облыстық. Сол жерде мен брайльше жазып үйрендім. Не керек, сонымен тест кітаптар болады ғой, жаңағы кешен тест дейміз ғой. Соған жақсылап тұрып дайындалдым. Сөйтіп дайындалып, жаңа өзіммен бірге бір апай кірді, сұрақтарды оқып беріп, мен дұрыс жауаптарын айтып отырып, белгілеп отырды. Сөйтіп жүріп, мен грантқа түсіп кеттім. Грантқа? Иә. Не керек, Мұхтар Әуезовті 4 жыл оқыдым, ол кезде де жаңағы енді бәрібір көз көрмейтіннің ат көз көрмейтін, бірақ группаластарым еш жаңағы отырыс бар ма, мектеп оқып жүрген кезде бүкіл отырыстарға баратын, билеймін. Отырыстың гүлісің? Иә, гүлімін. Ән айтасың, билейсің? Иә, билеймін. Ондай менде намыстану деген жоқ. Маған ең маңыздысы маған ұнайма болды. Басқасында менің жұмысым жоқ. Сөйтіп жүріп, мен оқуды да бітірдім, апайларым көмектесті. Сол диплом қорғайтын кезде де Ләйла Жұмабай деген жетекші апайым болды. Одан заведующиіміз өте кеңпейіл кісі болды, Юлдыз Азымханқызы деген. Сол кісілердің арқасында жақсы оқып, қызыл дипломға Мұхтар Әуезов атындағы мемлекеттік университетінің мәдениет және педагогика факультетінің мәдени ұйымдастырушы мамандығын бітіріп шықтым. Құтты болсын. Рахмет. Әншілікті қазір біреу танылу үшін, біреу ақша табу үшін сол жолда жүр. Сен ше? Мен әншілікті ес білгелі айтам. Жасым 2 жастан жаңағы аурухана деп жатамыз ғой. Сода анам екеуміз тұрған кезде біздің қисық-мисық радиомыз болды. Оны мен күніге лақтырамын, күніге онымен ойнаймын. Сода осы Сафия Ротарудың «Луна, луна» деген әні, көптеген әндер айтылып жататын. Сол кезден бастап менде шырқай бастадым. Сонымен ән ол менің өмірімнің серігі. Мен 1 жыл болды ән айтпай кеттім. Сахнадан жарыстарға қатысқан жоқпын, бірақ жыл сайын жарыстардан ешқашан қалмайтын. Кеңес Дүйсекеевтің жарысына қатыстым. Шәмші Қалдаяқов. Одан Чехия мемлекетінің Прага қаласына саулармен бірге барып 1-ші орынды алып келдік. Арайда 1-ші орынды алдың? Арайда 1-ші орынды алдым. Шабытта дипломант атандым. Дипломант атандым. Иә. Просто биыл өзім 2 жыл Астанада өмір сүрдім. Бір өзім кетіп қалдым Астанаға, ұшақпен ұштым. Содан ол жерге барып, осы өзіміздің ауылдан Таукент деген жер бар. Сол жерде жақсы араласатын қыз квартирада тұратын, Замира деген.
Сонымен хабарласып, соның үйіне барып, квартира жалдап тұрдым, іздендім. Арт-центр деген жерде 3 ай музыкотерапевт болып, мүмкіншілігі шектеулі жасөспірімдермен жұмыс жасадым. Одан кейін Прагаға дайындыққа кеттім. Одан 1 жыл бойына Академия предпринимательства Икигай деген орталық бар, кәсіпкерлерді оқытатын, жаңағы повышение квалификация. Сол жерде өзім 2 ай оқыдым да, сол жерде колл-центрдің меңгерушісі болып қалдым. Сондасың? Жоқ, онда емеспін. Қазір еш жерде жұмыс жасамаймын. Қазіргі таңда жұмыс жасамайтын себебім, Астанадан оңтүстікке қайта келдім 2 айға. Өйткені қазіргі таңда тәжірибелік психология деген орталық бар, Евразийский институт бар, Астанада, Шымкентте. Соны Шымкентінде 2 ай курсты оқып, өзімнің шағын психологический центрында ашқым келеді. Шағын бір кабинеттен бастап, осы мүмкіншілігі шектеулі жандар бар. Мен оларды тәрбиесіз демеймін. Әрқайсымыздың бойымызда ерекше бір тәрбиеміз бар, бірақ оларды әрине мәдениетке, өмірге деген құштарлықтарын арттыру үшін сол бір шағын кабинеттен бастап Астанада ма, кейін үлкен орталыққа айналады. міндетті түрде. Жаңа икигай орталығы деп айттың. Икигай жапондардан келген сөз ғой. Оларда икигай дейтін, сол әр адамның өзінің икигайы болу керек дейді. Әр адамның өзінің өмірінің мәні болу керек деген сөз ғой. Сенің өміріңнің мәні не? Менің өмірімнің мәні ол менің еш нәрседен қорқпайтындығым. Ол мен өмірге қарсы жүзем. Біреулер ағысқа қарсы жүзем. Қиындықтардан қорықпайсың? Жоқ, қорықпаймын, шыны керек. Басымнан қаншама қиыншылық өтті, бірақ егер мысалға мен бір жарыстарға баратын болсам, әрине ол кезде менің періштем бар қорғаушы. Енді адамдарды періштеге теңеуге болмайды дейді ғой. Бірақ ол мен үшін ерекше періште Ақмарал Ғаниқызы. Ақмарал ханым бізде отыр осы жерде. Көмекші ғой, өзі көмекші деп айтады. Қашаннан бері біргесіздер? Мен Гүлхаямен осыдан 3 жыл бұрын танысқаным. Осындай бір өзім Түркістан қаласында журналист болып қызмет атқарамын. Бір съемкаға бардық. Бұл сол жерде жүргізушілікке келген екен. Бұның жүргізушілікте өнері бар, журналистикаға бір табан жақын қыз. Бұның ең басты арманы радиоға жұмысқа тұрсам дейді. Сол іс-шарада екеуміз таныстық, етене араласып кеттік. Сол іс-шараны екеуміз бірге жүргіздік. Маған көп нәрсені үйретті. Қазіргі таңда менің туған бауырыммен бірдей десем де болады. Гүлхаямен 3 жыл бұрын осылай араласып келеміз. Гүлхаяның бойынан мен ерекше бір 3 қасиетті атап өткім келеді. Оның бірі батылдылық, және сабырлылық, және өте ақылды қыз. Батылдылық дейтін себебім, Гүлхая еш нәрседен қорықпайды. Қандай бір сынақ болсын, тіпті сау адамдан да сау адамның қасында өзін бір қасқая сол сынаққа қарсы дайындап, неге мен қорқуым керек деп. Сосын Қазақстан дауысына екеуміз бірге бардық, сахнаға шықты, тәлімгерлер бұрылмады. Әрине өкінішті болды, екеуміз сол кезде жылап қалдық. Сосын екеуміз автобуспен қайттық енді оңтүстікке қарай. Сосын автобуста отырып айтқам, Гүлхая дедім, сен ешқандай бұдан мойыма дедім. Көресің, сен осы арқылы әлі жұлдыз боласың дедім. Айтқаным келді, Мадина әпкеміз өзі іздеп тауып, концертіне шақырып, осындай өнерін бағалап жатыр.